Аның 3 дәрежесінің 4 дәрежесі өрнегі негізі А болатын 3-ші дәреженің 4-ші дәрежесі дегенді білдіреді. Енді бұл өрнекті негізі А болатын дәреже түрінде жазуға болады. Ол үшін ең бірінші дәреженің анықтамасын қолданамыз. Негізі Аның 3 дәрежесі болатын өрнекті 4 дәрежеге дәрежелейміз. Яғни Аның 3 дәрежесін өзіне өзін 4 рет көбейтеміз. Бұл негізі бірдей дәрежені көбейту қасиетіне келіп тұр. Негізі бірдей дәрежені көбейткенде негізі өзі жазылады, ал дәреже көрсеткіштері қосылады. 3 қосу 3 қосу 3 қосу 3. Енді бұл жазуда бірдей қосылғыштардың қосындысы өзіне өзі 3 саны 4 рет қосылып тұр. Ендеше мен бұны Аның 3 көбейту 4 дәрежесі түрінде жазсам болады. 3-ті 4-ке көбейтсек, Аның 12 дәрежесі. Осы жазуды қысқаша біз былай деп жазсақ болады. Аның 3 дәрежесінің 4 дәрежесі, яғни біз 3 дәрежені 4 дәрежеге дәрежеледік. Онда негізін өзін жазып аламыз да, дәреже көрсеткіштерін көбейтеміз. Аның 12 дәрежесі. Кез келген жағдайда, кез келген А саны мен М натурал сандары үшін мына теңдік орындалады. Аның N дәрежесінің М дәрежесі тең болады. Негізі өзі жазылады, ал дәреже көрсеткіштер көбейтіледі. Бұл дәреженің дәрежелеу деген негізгі қасиеті. Қасиетті есте жақсы сақтау үшін мысалдар қарастырайық. Міне көбейту X-тің 4 дәрежесі, көбейту Y-тің 3 дәрежесін 5 дәрежеге дәрежелейміз. Ол жерде екі қасиет тұр. Көбейтіндіні дәрежелеу, одан кейін дәрежені дәрежелеу. Ал көбейтіндіні дәрежелегенде көбейткіштердің әрқайсысын сол дәрежеге дәрежелейміз. Яғни X-тің 4 дәрежесін 5 дәрежеге шығарамыз, және Y-тің 3 дәрежесін 5 дәрежеге шығарамыз. Енді жаңағы өзіміз танысқан қасиет бойынша 4-ті 5-ке көбейтсек, X-тің 20 дәрежесі, Y-тің 3-ті 5-ке көбейтсек, 15 дәрежесіне тең болады. Ал келесі мысалымызда негіздері бірдей дәрежені көбейту амалы тұр. Онда негіздің өзі жазылады, ал дәреже көрсеткіштер қосылады. Біз алдыңғы сабақта айтқанбыз, егер өрнектің дәреже көрсеткіші жазылмаса, онда ол бірінші дәрежелі. Бір дәрежені 2 дәрежеге қосамыз, 3 дәреже болады. Дәреже сыртындағы 4-тің өзін жазып қоямыз. Ал дәрежені дәрежелеу қасиеті бойынша X-тің 3-ке көбейтіп 6 дәрежесі деп жазып аламыз. X-тің 3-ті 4-ке көбейтсем 12 дәрежесін бөлеміз X-тің 6 дәрежесіне. Енді осы жерде негізі бірдей дәрежені бөлу ережесін қолдансақ, негізі өзі жазылады, алымындағы 12 дәрежеден бөліміндегі 6 дәрежені азайтамыз. Сонда X-тің 6 дәрежесі қалады. Оны енді бірден жазуға болады. Соңғы мысалда 81 көбейтілген 3-тің 10 дәрежесі бөлімінде 9-дың квадратының 3 дәрежесі тұр. Енді бұны мәнін табу үшін бәрін бірдей негізге келтіріп алайық. 81 3-тің 4 дәрежесіне тең болады, ал 9 3-тің 2 дәрежесі. Сонда осы өрнекті біз басқаша былай жазсақ болады. 81-ді 3-тің 4 дәрежесі деп, 3-тің 10 дәрежесінің өзі жазылады. Ал 9-ды 3-тің квадраты десек, оның сыртында 2 дәреже бар, және 3-ші дәрежесі бар. Мынандай өрнек шығады. Негізі бірдей дәрежелерді көбейткенде негізінің өзі жазылады, дәреже көрсеткіштер қосылады. Ішкі дәрежелерге назар аударсақ, дәрежені дәрежелегенде көбейтеміз. Яғни 3-тің 4 дәрежесі болады. 3-тің 4 дәрежесінің 3 дәрежесі. Тағы да дәрежені дәрежелеу қасиетіне келдік. Олай болса, 3-тің 14 дәрежесінің өзі бөлімінде 3-тің 12 дәрежесі болады. Негізі бірдей дәрежелерді бөлгенде негізінің өзі жазылады, дәреже көрсеткіштер азайтылады. 14-тен 12-ні азайтамыз 2, 3-тің 2 дәрежесі 9-ға тең болады. Өзіміз танысқан қасиеттерді пайдаланып, мына теңдеуді шешіп көрейік. Назар аударып қарасақ, бөлшектің алымында да, бөлімінде де әртүрлі өрнектер, әртүрлі көбейту амалдары тұр. Осының бәрін бір негізге келтірейік.
81, 243 және 3-тің 4 дәрежесі тұр. 81 мен 243-ті негізі 3 болатын дәрежеге келтіріп аламыз. 81 дегеніміз ол 3-тің 4 дәрежесі. X квадрат сыртында дәреженің 4 тұр. Ал 243 дегеніміз ол 3-тің 5 дәрежесі. Көбейту X-тің 3 дәрежесі болады. А бөлімінде көбейтуді дәрежелеу ережесі бойынша, дәрежені дәрежелеу ережесі бойынша, сонда 3-тің 8 дәрежесі көбейту X-тің 10 дәрежесі деп жазсақ болады. Тең 3-тің 14 дәрежесі. Яғни мына жазуда біз көбейтіндіні дәрежелеу, дәрежені дәрежелеу қасиеттерін бірден қолдандық. Келесі жазуда тура жаңағыдай көбейтіндіні дәрежелеу және дәрежені дәрежелеу қасиеті бойынша шақшама ашылғанбыз. Сонда 3-тің 16 дәрежесі, 4-ті 4-ке көбейтеміз. Көбейту X-тің 8 дәрежесі. 3-тің 5 дәрежесі, көбейту X-тің 3 дәрежесі. Ал бөлшектің бөлімінде сол өрнектің өзі қалады. Бөлшектің алымында 3-тің 16 дәрежесін көбейтсем 3-тің 5 дәрежесіне 3-тің 21 дәрежесі шығады. Ал X-тің 8 дәрежесін көбейтсем X-тің 3 дәрежесіне X-тің 11 дәрежесі шығады. Бөлімінде өрнек сол қалпында қалады. Енді бұл жазуда 3-тің 21 дәрежесін бөлеміз 3-тің 8 дәрежесіне. Негізі бірдей дәрежені бөлгенде негіз сақталады, дәрежелер азайтылады. Олай болса, оны біз бұлай жазып көрсетсек болады. 3-тің 21-ден 8-ді азайтамыз. 13 дәрежесі болады. 3-тің 13 дәрежесі. Ал X-тің 11 дәрежесінен X-тің 10 дәрежесін бөлгенде 11-ден 10-ды азайтам, X-тің 1 дәрежесі қалады. Ал оң жағында X 3-тің 14 дәрежесі қалып тұр. Енді бұл жерден X-тің мәнін табу үшін 3-тің 14 дәрежесін 3-тің 13 дәрежесіне бөлеміз. X тең негізі өзі жазылады, дәреже көрсеткіштер азайтылады. Яғни 3-тің 1 дәрежесі, ол 1 дәрежені жазбай қойғылады, сонда теңдеудің шешімі X-тің мәні 3-ке тең.